Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді әрі тез жасалатын чебуреки дайындаймыз. Чебурекидің іші жұп-жұмсақ, ал сырты күсілек болып тұрады. Рецепті қарамастан бұрын каналға тіркеліп, дәл осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен чебурекидің қамырын жасайық. 240 грамм қайнаған суға 4 ас қасық өсімдік майын құямыз. Үстіне 1 шай қасық тұз салып, жақсылап араластырамыз. Су міндетті түрде қайнаған ыстық болуы керек. 500 грамм електен өткізілген ұнға дайындап қойған сұйықтығымызды құйып, қамыр илейміз. Су ыстық болғандықтан, қамырды алғашында осылай қасықтың көмегімен араластыруға болады. Қамырды илеп болған соң 15-20 минутқа бетін жауып тындырып қоямыз. Осы уақыт аралығында чебурекидің салмасын дайындайық. 2 шай қасық шамасында сармайды табаға салып ертіп аламыз. 2 пиязды ұсақтап турап, майға салып қуырамыз. Пияз алтын түсті болып қуырылған соң, 550 грамм тартылған ет салып, оны да жақсылап қуырып аламыз. 1 шай қасық тұзбен қара бұрыш салып араластырамыз. Және де өз қалауыңыз бойынша басқа да дәмдеуіштерді салсаңыз болады. Ет қуырылып болған соң, табаның бетін жауып, 5-10 минуттай бұқтырамыз. Біздің етіміз де дайын. Чебурекидің оригинал рецептінде етті қуырмай, қамырдың ішіне шикідей салып пісіреді. Бірақ мен сіздерге дәл осы әдіспен пісіруге кеңес беремін. Қамырды бірнеше бөліктерге бөліп, осылай дөңгелетіп шығамыз. Барлығын дөңгелетіп болған соң, қамырдың бетін жауып қоямыз. Дөңгелек қамырларды жұқа етіп жаямыз. Қуырылған етті салып, видеода көрсетілгендей етіп түйіп шығамыз. Чебурекиларды түйіп болған соң, табаны отқа қойып, май құйып қыздырамыз. Май жақсылап қызған соң, чебурекиларды салып қуырамыз. Чебурекилар пісіп болған соң, осындай майлықтың үстіне қою керек. Сонда артық майдың барлығын қағаз өзіне сіңіріп алады. Дәл осылай барлық чебурекиді пісіріп аламыз. Бізде осындай өте дәмді, тез уақытта жасалатын чебуреки дайын болды. Сіздерге де дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше.